Мына ғаламторда адамдарды шатыстыратын ғылыми ақпараттар көп екен, былай қарасақ. Астрономияға байланысты әсіресе. Нықты шатыстырады. Сондықтан да адамдар сондай видеолардың астынан қарасаң, жаңа комментарийлерге адасқандар өте көп екен. Шатысып қалады. Шынымен де жаңағы қателікті ақпарат бергенде, бәлкім ана автордың өзі де сеніп тұрған шығар. Сосын олардың айтқаны ақылға қонатын сияқты болып көрінеді дағы, сосын барып адамдар оны қабылдайды. Ойбай, шынымен де солай екен дейді. Шынымен де солай екен дейді. Мысалы, мен тонада бір видео салып едім ғой, мына жер жалпақ мәселесі. Ол бұрындары айтылған нәрсеге сол қайтадан адамдар соған келіп сенеді екен. Өйткені қазір жаңаша айтады. Ана ақылға қондырып, мына көз деген адам көзі негізі алданады ғой. Бірақ оны олар айтпайды, жаңа көз алданатын. Олар деген, сіз қалай көріп тұрсыз, солай қабылдаңыз деп, әлгідей адам көргенде көз алданатыны бар. Сосын барып олар да ойбай, шынымен де жер жалпақ қой. Жалпақ қой деп шыға келеді. Мысалы, қазіргі кезде мына осындайда видео бар, көрген шығарсыңдар бәлкім. Былай дейді. Бұрындар біздер күн жүйесін қалай білеміз? Міне күн тұрдағы өзі орында айналып тұр ғой. Соны планеталар қарапайым былай айналып жүреді. Күннің өзі де ғарыш кеңістігінде жаңағы галактиканың ортасы бар ғой енді, орталығы. Соны ортасын айналады бәрібір күнде. Өзі де былай айналып жүр. Бүкіл жұлдыздар және де күннің өзі солай айналады. Мысалы, біздер темір қасықты білеміз. Жұлдыздар соны айналады. Енді қазір былай айтатын болды. Ойбай дейді. Күн деген ғарыш кеңістігінде ұшып бара жатса, онда планеталар оны айналу үшін қуып жетіп айналу керек қой дейді. Сонда ана бұрынғы бізге айтқан оның бәрі дұрыс емес, жала, қате. Бізге былай көрсеткен күн тұрдағы оны планеталар айналады екен, ол қате. Нағысында мына айналым спираль сияқты. ДНК-ның айналымы сияқты. Күн ұшып бара жатыр, планеталар оны қуып жетіп былай айналып атқасын, ол деген жаңағы ДНК-ның айналымына ұқсайды екен. Міне осылай дұрыс деп айтады. Сонда адам, соларды тыңдаған адам ақылға салады да, ойбай, шынымен де солай емес пе? Мынау дұрыс-ай дейді. Өйткені күн ұшып бара жатса, планеталар оны қуып жетіп айналу керек қой дейді. Мына ғалымдар қателеседі екен, дұрыс айтпайды екен бізге деп шыға келеді. Нағызында олай емес. Анау шынымен де былай ақылға қонатын сияқты, бірақ нағызында былай. Мысалмен жаңағы осы тұжырым қателікті екенін қазір дәлелдейміз. Мысал ретінде сіз вагонда тұрсыз. Сіздің айталық сыңарыңыз вагонның сыртында тұр. Пойыз қозғалды, жүріп бара жатыр пойыз. Мынау жүрсе, қатарлас пойызбен. Мысалы ана тепловозды қуып жетпек болса, ол жете алмайды. Жүрсе де, жүгірсе де жете алмайды. Ал сіз жүрсеңіз, жүгірсеңіз, оңай жетесіз ана тепловозға. Неліктен? Өйткені мына сыртқы ортақ қозғалыс, мына вагонның қозғалысы сізге әсерлі емес. Өйткені сіз вагонның ішіндесіз ғой. Сондықтан да сіз оңай ана тепловозға жетесіз. Ал мына ортақ қозғалыс әсерлі, ол өйткені сыртта. Сондықтан да ол ана тепловозды ешқашан жете алмайды. Жүгірсе де, жүрсе де жете алмайды. Сондықтан да планеталар тұрғысынан сыртқы қозғалыс оларға сезімсіз. Олар оны білмейді. Олар білмейді, мысалы, саналар болса, мысалы, планеталардың, олар білмес еді, мына күн ғарыш кеңістігінде ұшып бара жатыр екенін. Білмейді. Олар қарапайым сол өз күнін айналып жатады. Күн бір орында тұрғандай. Өйткені сыртқы жалпы ғарыштағы қозғалыстар оларға ықпалды емес. Олар күннің тартымы, міне сол оларға ықпалды. Олар күн жүйесінің ішінде. Сіз вагон ішінде қалайсыз, олар да солай. Күн жүйесінің ішінде.
соның тартымына жаңағы бағынышты. Сырттағы факторлер оларға влиять етпейді, жаңағы ықпалды емес. Міне өстіп ана тексеріледі. Сіз планеталар, сіз мына вагонның ішінде, мына жаңағы планеталар күн жүйесінің гравитациясының жаңағы ықпалының ішінде. Міне айырмашылық. Сондықтан да олардың тұрғысынан күн тұр ортада, өз орнында айналып, олар оны қарапайым айналып жүр. Ешқандай күн ұшып бара жатыр, біздер қуып жетіп айналып жүрміз деген ондай жоқ. Міне осылай қарапайым түрде жаңағылардың теориялары қателікті екені оп-оңай дәлелденеді. Сондықтан да шатыспаңдар. Сондай видеоларды көрсеңдер, астынан комментарий қалдырып кетуге ұмытпаңдар. Бұл қате, оны былай түсіну керек деп, жаңағы адасқан адамдарды негізі жаңағы жөнге қайтару керек. Міне осы, аман сау болыңдар.